Ал біз қазір Құтарыс ауылына келіп отырмыз, және Жамал апаның отбасында. Және арғы жақта түсіп жесең болады. Бір өте керемет көрініс, себебі әрбір отбасыда біздің мақсат Көктөбе Анабұлақ су тұру керек. Себебі біз өз жерімізден шығып жатқан судың ішу арқылы көптеген нәтиже көруге біз себепкер болатын едік. Осы бір көріністі көріп таңғалып отырмын. Және де бұл кісі қанша уақыттан бері ішіп жатыр, және қалай ішіп жатыр, өтіндегі тасы болған, қолында тұрған барлық анализ қағаздары, бүйрегінде тасы болған, кейс тасы болған, және мынанша дәріден құтылғанға ойлаңыздар. Қазір давленияның дәрісінен құтылған. Және өз аузынан еститін боламыз, міндетті түрде лайк басып тарата отырыңыздар. Жамал апа, қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсысыз. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Осы біздегі емдік судың қанша уақыттан бері ішіп жатырсыз? Мен бұл емдік суды 24-ші жылдан бастадым. Бір жыл болды, асып кетті. Бір жылдан асып кетті. Және қазір съемка жасап жатырық, армаңыз. Апамызды жұлдызға жатырық. Және мынау қолымда тұрған 2024 жыл 7-сі, яғни наурыздың 7-сі күні түскен. Бұл жерде берген заключение бойынша өтінде тасы болған, және неде оң бүйректе тас болған, және сол бүйректе киста болған. Және жировой гепатоз, яғни бауырында жировой гепатоз болған. Сосын бір жыл бойы ішеді, ойлаңыздаршы, бір жыл бойы ішесіз. Өзіңіз айтып беріңізші, ары қарай мен айтып беріңізші. 7-8 ай іштім. Одан кейін 2-3 ай ішпей қалдым. Одан кейін қайтадан бастадым. Новиларды айта берейін ба? Одан кейін осы 25-тің кеше қай ай? 19-шы ақпанның 19-ына. Февралдың 19-ына. Міне, 19-ында түскен екінші мәрте. После. После соған барып түстім. Сөйтсем, тасым құм бопты, майдаланды деді. Бүйрегіңіз жақсы деді. Одан кейін менде зоб бар еді. Зобтың қағазы қайда тұр? Міне. Эндокринологтың. Қатын көпірге барып зобқа түссем, зобым жоқ. Зобыңыз жоқ, таза, өте жақсы деп бердім мынаны. Алдында бар еді? Иә, бар тұғын ғой, жаңағы шаршайтымын, ентігетімін, жүрегім тасылайтын. Одан кейін жаңағы соны түссем, сол өтім, бүйрегім де жақсы, өтім де жақсы, бауырым да жақсы. Міне қазір 20 күн болды, мына дәрінің біреуінде ішпеймін. Давление едім 160. Мына карлонды ішетім, кантапты ішетімін, каптоприлді ішетім. 160-тан күндеге көтерілетін, скорый шақыратын. Бұның бәрін қазір қойдым. Суды бастағанына 1 айдан асты, қайтадан бастадым. Мынау 7-8 ай ішіп, тоқтатып, қайтадан іштіңіз, да? Сөйтсем бүйрегім, бауырым бәрі жақсы, зобым жоқ. Бір өзіме бір ішкі құрылысым таза болған екен ба, өте өзімді жеңіл сезінем қазір, жағдайым жақсы. Сол. Энергия көп. Энергия көп, давлениеден құтылдым. Енді қазірше құтылып тұрмын давлениеден. Ең қуанарлығы осы давленияңыз тұрақты. Давлением тұрақты болып тұр. 120-да 90 болып тұр, балдар күніге не қоям, өлшетіп қоям балдарға. Онан кейін оң қабырғаның асты мазылау, өт. Қазір жақсы ма? Қазір мынаран бір босап, мынаран бір жеңілденіп, арқа мен шаншып ауырып, приступ берген, содан кейін ғой барып түскен. Қоюланып тұр деп еді, жоқ, қазір жақсы, өте жеңіл болып неғіп қалдым. Күніне 4-5 мезгіл, қазір бір аптадан кейін 4-5 мезгіл ішіп жүрмін қазір. Тамақтан кейін ішем көбінесе. Стаканмен да? Ана бокал тұр, сонымен өлшеп қойғам. Мысалға 4-5 күніне стакан ішіп жүрсіз. Стакан ішіп жүрмін қазір. Соның өзі ана 200 болғанның өзінде сол. 1 литрден астам. Күніне 1 литрден астам. Өйткені қазір күн салқын ғой. Күн салқында осәлі. Так, одан бөлек, мысалға, алдында 7-8 ай іштіңіз ғой, ол кезде де қалай іштіңіз? Ол кезде де осылай іштім. Жаңа қыздар түсіндіріп айтады ғой, былай ішіңіз, мұздай ішпеңіз. Ашқарынға? Иә, жылы ішің. Азанда ашқарында обязательно сағат 6-да тұрсам, намазға тұрған кезде мен 1 бокал ішіп аламын. Сөйтем де тамақтың алдында тағы ішем де, одан кейін тамақ ішем. Енді азанғы тамақшылық күшті болмайды ғой. Одан кейін түсте тағы ішем, кешке тағы ішем. Сөйтіп өзім реттеп, үйде жағдай бар ғой, өзім қадағалап отырып ішіп отырмын. Қазір де сол қадағалап ішіп отырмын.
Сонда нәтижеге жету үшін, мысалға аурудан құтылу үшін ол әрине тұрақтылық керек. Тұрақтылық керек, сенім керек одан кейін. Сенем, өзімен қатты сенем осыған. Одан кейін ішкен кезде де бір сезіледі ғой, өзіңізге, ағзаға. Таза, мен басқа колонканың суы мен мына судың екеуінің айырмашылығын білемін мен. Сразу білемін, өйткені мынаны ішкен кезде менің аузымды басқаша қылады андай. Жұмсақтық, одан кейін бір ғыжыр еткізіп бір газ, сәл бір газдың несі бар сияқты болады да. А енді кәдімгі суды айырмашылығын білесіз? Айырмашылығын мен қазір сразу білемін. Таза ма, таза емес пе екенін. Уже көп ішіп қойғанда. Уже үйреніп қалған десеңші, білем десеңші. Өйткені біздің ауылда біреулер сатты осы суды. Мен Елдос барып Айдардың үйі сатты, наурыз күлше. 2 баклашка әкеп берді. Мен айттым, мына су дедім, Елдос дедім. Кәдімгі баклашка суды әкеп берді. Әшейін су ма сонда? Әшейін су. Қақта білем, мен Көктөбенің суын ішіп жүрген ғой, мына ондай емес дедім. Сөйткені таза емес шықты ғой. Ондайларда кездесіп отыр, өте көп енді. Ішті былтыр сондай болды. Былтыр болды олар. Көбісі, білмеймін, бізге қарап қызығады да, бірақ біз бұны мысалға айналысып отқанымызға осымен 3-ші оразада, 3-ші ораза кетіп жатыр. 2,5 жылдан асып кетті да, жалпы. Енді осы халыққа шығып, айтып, басынан бастап, онлайнда жүрген негізі мен да басынан бастап, енді бір Құдайдың қалауымен. Бірақ соны әйтеуір теріс мақсатта пайдаланып, әшейін суды осылай ауылға келіп сатып жүрген адамдар көп екен. Оның барлығына қой деп айта алмаймыз. Енді өзі түсінер, бірақ біз судың абыройын, жалпы судың киелі қасиеттігін жоғалтқымыз келмейді. Сол үшін арнайы әрбір дүкеніміз, мысалға әрбір сатушы қойып, әрбір адамға шығындалып, кәдімгі жұмыс ретінде қарап, оған біз кәдімгі былайша айтқанда әрбір жұмысымызға байыппен қарап жатырмыз да. Ал алып келдік әр ауылға осылай тарата беретін болсақ, ол не болмайды. Ары қарай көп адамның сенімі құлайтын еді. Ал сол үшін де біз мынандай өз белгісімен, баклашканың басында өз белгісімен ойылып жазылған, айналдыра ойылып жазылған, яғни белгісімен шығарып жатырмыз. Көктөбе деп. Оны көп адам жасай алмайды деген ниетпен шығарып отырмыз да. Бұның өзін мысалға шетелден алдырып отырмыз да, крышканың өзін. Солай сіздегі нәтижені естіп шын қуанып отырмыз. Жақсы, рахмет балдар. Еңбектердің жемістерін жеңдеріп, өзім сеніп ішкеннен кейін нәтиже өте жақсы. Бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын. Енді ораза айында өтірік айтып отырған жоқ. Мен Құтарыс ауылында тұрамын. Балдар деген Қазығұрттың балдары. Сонша жерден іздеп келіп, осындай нәтижесін сұрап отқаннан кейін шыным осы. Мынау жанымызда отырған көрермен отыр ғой апамыз. Бұл сізде куәсіз ғой осы Жамал апамыздың айтып жатқанына. Барлығын шынайы. Бұларға да мақтап қоямын, бұлар енді бұл қимылдамай жүр. Қимылдамай жүр. Бөлмедім, бірақ шыны керек. Қазір естіп таңғалып отырсыз, Қазір естіп. Жақсы, өте жақсы. Қыздар да мені танып қалған, апа, келіңіз, апа, келіңіз деп. Осылай өтте тас болса, бүйректе киста тас болатын болса, давление дәрісінен құтыла алмай жатсаңыздар, біз сіздерге Көктөбе Анабұлақ суын ұсынамыз. Бұл суды қазіргі таңда 13 қалада 17 дүкеніміз жұмысын жасайды. Яғни төмендегі номерлерге хабарласатын болсаңыздар, барлығын қалдырамыз. Немесе Instagram парақшамызда 130 мыңнан астам жанды оқырмандарымыз бар. Соған тіркеліп, сол жерден толықтай ақпарат алсаңыздар да болады, дайректке жазып. Әрбір бұлақтан шығып жатқан суды осылай упаковка жасап, басында өз заводской күйінде жабылып, ешқандай суды араластырмай, қалай шықты, дәл солай осылай әрбір шаңыраққа жеткізуге біздің мүмкіндігіміз бар. Сол сияқты сіздер де ертерек қамданыңыздар, ауру мазалайтын болса, эндокринология бойынша да ауруларыңыз болатын болса, қалқанша безінен, зоптан проблема болса, әрине емдік су көмектесіп жатыр. Оған куә Жамал апамыз. Сіздерді асыға күтеміз, төмендегі номерге жазыңыздар. Рахмет сізге. Рахмет, үлкен қуанып отырмыз. Журналда алып отыр екенсіз. Журналда өткенде алып оны оқып. Тумбочканы, диванның басына тумбочканы қойып қойғам, тиіспендерін аған деп. Немерелерім кеп ұстайды ғой, суретін көріп. Ойбай тиіспе. Бұның ішінде менің нем бар ғой. Мынаны апарып